Alhamdulillah şükür ben bugün uşul İmam Azam medresenin aldığında oturam. Men uşul medrese turalı özüm kes yumurtatan pedagog bolğon üçün, el menen gögüştеген üçün, elдің tartibi, azırkı bizim Kırgız mamleketinin önüge ösüşü turalı, elдің tartibi boyunca köp nerseler meni kıjalak kılıp keledi. Anan uşul medrese turalı men köp nerseler duyup kaldım. Uşul жерден tarbiyalangan balдар öte жақшы деп гендерді ұқтым да. Ана менің балам мектепте 5-ші класты бүтті, өте жақшы оқыған, бірақ кейін тұрмышқа байланышты, баламдың кішіне тартыбы башқарақ болып қалды. Бірақ өте немесі күшті, таланты күшті, бір нәрсені жаттаушы өте күшті балада 4-ші классқа чейін мектепте почетный грамота немеде доскада тұрған. Бірақ кішіне бір тұрмыштың айынан bir yaşqa çıkıp apası ölüp kalgan. Anan keyin oyladım. Kişine tartibi kişine başkaça olup kaldı 5-şi klasta gelgende. Anan oyladım. Uşul uğup жүрген medresege berip göreyinçi dep men atayın Jallabaddan engsep жүрüp uşul жерге лагерге келдирдим. Gelip taştap ketkenden keyin alhamdulillah şükür bir 15 günge жетпей geldim. Gelsem balam birinçele apa mында enesi men apa deyt menen 1 yaşqa çıkpay apası ölüp kalgan için men bakkam da balamda. Apa dedi, şunçalık jakşı bul jer dedi. Men birinci sınap gördüm. Jaktı desem, ayabay jaktı deyt. Kana emme, sen neni үйрендиң desem, birinci kelip ol aytты da meni. Apa dedi, birinci Allah deyt, ekinci deyt. Yine Turbayev'i deyip, ben sizin tilinizde albastan deyip, kayarsa aytıp durmun deyip, benim getimden öpkende yıladım. Attın dedim, 4 yıl, 5 yıl okuşunda terbiyeni beri alıptırız biz. 15 gün jetmesinden şul medreseye gelip, şunda terbiye alıptır deyip, gözüme yaşımı alıp, balamda alıp, yıladım da olam, öptüm, balam getimden öp geçirim sıradı. Anam, ne kılada sen iş nesine de, tamgalardı bilmesen, jakşı okutam da isin dedim. Anam, apa, жақсы оқытам. Тамғаларды үйренбесең, қандай қылып оқытып атат десем, біз 5 уақыт намаз оқып атабыз дейді. Тахаджуд оқып атабыз дейді. Мен зикірлердің барын жаттадым дейді. Қана айтшы десем, чекесінен бары зикірлерді айтқанда. Білесіңер балам, шунчалық сүйіндім да шу балама. Мен қаларым шу балам, ушул жерде оқып, ушул жерден тарбияланып, дүниені танып, adam bolsun деген ниеттемін. Мына мен жашым 75 yaşқа шықтым. Апасы жоқ, кейіт сабақ оқығанда, мен апам болғанда маған жардам береді деген сөздері жүректе өйтіп келді да балам. Ошон үшін мен деп айтамын, ушул медресенің иштегендердің бардығына мен рахмат айтқым келеді. Аябай разы боламын. Ушунчалык деңгээлде тарбиялаптыр баламды. Анан ойлойм да, почему башка жактарда дагы балдарды ушундай кылып тарбиялабайт деген неме калдым да. Ийгилик каалаймын, жакшылык каалаймын. Ушул лагердин эле болгондугу, ушул эле лагердин болгондугу. Мына лагерге барбастан жөн эле үйлөрдө жүрөт да. Ушул аз күндүн ичинде лагердин өзү канчалык деңгээлде тарбиялап коюп атат. Мына балам мынакей 10 жаштан өтүп 12 жашка чыккыча мындай деңгээлден кош күндө айткан эмес да. Ата эненин тилин укпайт, каалаган жагына басат, турат. Кара менен акты, жаман менен жакшылыктын айырмап билип калганына Аллага миң калла шүгүр деймин да. Өтө шүгүр деймин. Мына ушул жерде келип балдардын эне келиңиз деп кабыл алганы, алыстан келдиңиз деп алдыма мынтип чай бергенде мен разы болдум. Чыныгы мусулманчылык, адамгерчилик деген сездим балам, сездим мен. Мына мен Жаллабадтан келдим да отурам да.